Нөмір 3-ші Ұлықбек атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Жадакбаева Аида. Менің тақырыбым отаным қасиетті туған жерім. Отан әрбір адамның жүрегіне ең жақын, ең қасиетті ұғым. Ол біздің туған жеріміз, өскен ауылымыз, кіндік қанымыз тамған мекен. Отанға деген сүйіспеншілік әр адамның бойында бала кезінен қалыптасады. Отаным менің мақтанышым. Әрбір адамзат үшін оның туған жері баға жетпес қазына. Қазақстан кең байтақ, табиғатты көркем ел. Оның сайын даласы, асқан таулары, көгілдір көлдері мен мөлдір өзендері бар. Қазақ халқының тарихы тереңде жатыр. Көшпенді мәдениет, ұлттық салт дәстүрлер, ұлы тұлғалар бізде, Қожа Ахмет Яссауи және басқалар. Қазақстанның рәміздері, ту, елтаңба, әнұран әр азаматтың жүрегінде. Қазіргі Қазақстан дамыған мемлекет. Оның экономикасы, білім және ғылым саласы қарқынды дамуда. Отан әр адамның жаны мен жүрегі. Біз туған жерімізді сүйге, оны қорғауға және дамуға міндеттіміз. Отанымызды гүлдендіру әрбір азаматтың қасиетті бурышы.